Әкем қайда? Анашым жұмысында. Нәзік діріл байқалды тынысында. Жұлқып жүрегін анасының бір ақиқат кеттеріп тілушында. Содан кейін анасы тіл қатпады. Қанша уақыт көз жасын құрғатқалы, кезіп кетті үй үшін кешегідей үнсіздіктің қалыпты ырғақтары. Сенің елің, жарығым, кеннің елі. Сенің әкең сонда деп сендіреді. Көндігеді балада қош жанары есік жаққа бәрібір телміреді. Күндейінің қарайды бөлмелерін, бөлмелері қайтады келмегенін. Неткен ұзақ сапар бұл, шынымен тым тереңде шығарау кендегенің. Әке, бәлкім жол іздеп адастың ба? Әлде басқа мекенге жол аштың ба? Әкем қайда анашым, шыныңды айтшы. Әкең сенің жұмыста, жер астында. Ертең, балам, ертеңдер анасы тек. Ертең үміт артпауға шарасы жоқ. Аймалайды шашынан ағайын жұрт, айналайын. Кеншінің баласы деп. Сезді сонда жүрегі алғаш мұңды, күндер бірақ жылжуын жалғастырды. Шыңнан әрі шуды баларманы, шыңырауға түсуге алмастырды. Жасыр алмай сыныпта сағынышын, бір аңсардың жалыны қарып ішін. Кенші болам, деп жазды дәптеріне, әкесінің қасына бару үшін, табу үшін.